Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет самсаның рецептін бөлісетін боламын. Өте керемет әдемі болып шығады. Егер де сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп лайк басып комментарий қалдырсаңыздар болады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдына ыдысымызға су құятын боламыз. Тұз салдым. Жақсылап тұзымызды ерігенше айландыратын боламыз. Менде қойдың майы ерітілген. Жылы суымызға салып ерітіп алатын боламыз. Енді біз ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды лопатканың көмегімен жақсылап араластырамын. Мен илейтін боламыз. Болды, пакет жауып 30 минутқа тұндырып қоямыз. Енді ыдысымызға пиязымызды салатын боламыз. Масса дайындаймыз. Бірінші пияз салдым. Қойдың еті, фарш және де іш май салатын боламыз. Өзіңізге ұнаған дәмдеуші араластырсаңыздар болады. Тұз. Массамыз дайын болды. Енді біз қамырымызды алып кесетін боламыз. Енді біз осылай зуала жасап алатын боламыз. Зуаламызды алып, оны шашып осылай жаятын боламыз қамырымызды. Қамырымызды жайып алып, май жақтым. Енді біз осылай думалатып шығатын боламыз. Кесеміз осылай. Осылай басып шығатын боламыз. Онды шашып, жаямыз қамырымызды. Фаршымызды салып, екінші қамырымызды бетіне қойып, басып шығатын боламыз. Осылай басып шығамыз қолымызбен. Осылай өріп шығамыз енді. Енді біз тағы бір түрін көрсететін боламын. Қамырымызды ортасынан кесіп, фаршымызды салатын боламыз. Осылай астынан қысып, фаршымыз шығып кетпеу үшін осылай бірінші жасап аламыз. Осылайша дайын болды. Енді біз үшінші самсамызды жасайтын боламыз. Осылайша бәрін дайындап алдық. Мен үш түрлі қылып жасап жатырмын. Енді листімізге майлайтын боламыз. реттеп салатын боламыз.
бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым және де көміршік шашып қойдым. 30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болып шықты. Өте керемет, дәмі әдемі болып шықты. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына шейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.